Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге қатпарлы қамырдың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге өте мұз болып тұрған су керек, қатты мұздай су керек. Суға жұмыртқа, тұз, уксусты қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Енді онда дастарханға жайып аламыз да, үстіне қатты мұз болып тұрған морозилкадан шыққан майды үпкіштен өткізе отырып, маймен ұнды біріктіреміз. Бұл процесті барынша тез жасау керек, өйткені майымыз еріп кетпеуі қажет. Міне осылайынан майды езбей, ұнға араластыра отырып, екеуін біріктіреміз. Ұн мен сары майымызды біріктіріп болдық. Енді ұнның ортасын шұңқыр қылып ашып алып, жаңағы суымызды жаймендеп қоса отырып, қамырымызды біріктіреміз. Осы жерде ең бір ескеретін жайт, қамырды қолымызбен қатты басып, мыжып илемейміз, тек ұнды видеодағыдай бір-бірімен біріктіреміз. Біріктіріп болған соң пакетке салып, формаға келтіріп, бір күн морозилкаға қойып қоямыз. Одан кейін үйде емес, холодильниктің өзінде жібітіп, одан кейін барып пайдалана беруге болады. Менде 1 кг 338 грамм қатпарлы қамыр шықты. Оны қатпарлы қамырлардан жасалынатын тағамдардың барлығына пайдалана беруге болады. Және де мол қылып жасап қойып, морозилкаға сақтап 4-5 айға дейін пайдалана берсеңіздер болады. Мінекей менде 2 күн тұрды, 1 күн холодильникте, 1 күн морозилкада дайын болды. Енді осыдан қалаған тағамдарыңызды жасай беруге болады. Қыздар, міндетті түрде осы қатпарлы қамырдың рецептісін жасап, дәмді тағамдармен жақындарыңызды қуантыңыздар. Алдағы уақытта осы қамырдан самса пісіретін боламын. Видеоларды жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар.